атам Тасқала ауданының қадірлі тұлғасы болып есептеледі. Мен сізге мен атам туралы нақтырақ білуге келдім. Мен атам қандай болған? Енді ол құрметті азамат болу, я болмаса елге беделді азамат болмаса, ол тұлға бола алмайды. Тұлға болу үшін елдің аузында жүрген адам болу, елге еңбегі сіңген адам болу, ел сыйлайтын адам болу. Сондықтан сенің атаң менің әкем Сатқали Сапаров, ол сондай азамат болғаны рас. Осы неше жыл өтсе де әлі ел аузынан тастамайтыны, ол елге еңбегі сіңген азамат. Жастай кеткенмен елге істеген еңбегі осы күнге дейін халықтың аузында. Оны көрмеген адамдар да, содан соң әкем өмірден өтіп кеткенде дүниеге келген адамдар да айтып беретін, себебі әкелерінен, аналарынан жалғастырып, аталарынан, әжелерінен жалғасып келатқан әңгімені құлақтарында қалып, соның бағытында олар сондай азамат болған деп сыйлап жүретін. Мұндай азамат болу үшін қандай болу керек? Әрине, ол жеңіл емес. Ол тек басшы болу емес. Басшылар талай болып кетеді елде. Ол елді сүйетін басшы болу керек. Елге еңбек сіңіргенде жұмысыңды көрсетем емес, елге не қажет екен, соны қалайда жүзеге асырып, елдің жағдайын жеңілдету, мүмкіндік жасау, адамның тұрмысы, әл-ауқаты жақсару үшін еңбектеген азаматтар. Бара-бара солар елдің аузында қалады. Ол үшін адам ақылмен басқарады, тақпен емес. Ол үшін жүрекпен басқарады, биліктің күшімен емес. Осындай азамат атаң болды сен. Ол басшы болғанда қарапайым адаммен бірдей жүрді. Шабанның үйіне барса, басшының үйіне барса да бірдей болды. Ол адамды лауазыммен, орнымен сыйлаған. Адамгершілігімен, адами қасиетімен, еңбекке қандай еңбекқорлығымен жүрген азаматтарды сыйлады. Малшының үйіне барса да, басшының үйіне барса, ол әулетімен танысу үшін бар. Шай суын ішу емес, я болмаса дастархан дәм тату емес. Дастархан аттап кетпей барғанда, ол сол әулеті қандай бәрін сұрастырып отыр. Балаларын, үйдегі жандарын бәрін сұрап біліп отырғаны, болашақта біреуге көмек керек болады. Көмек керек болса, ол аянбады, көмектесті. Сосын да оны халық сыйлады. Ол халықтан шыққасын, халыққа еңбек сіңгесін. Халық дейтініміз енді аудандағы тұрғындарды айтып отырмын. Ауданда қай ауданда істемесін, сол тұрғындарды өзінің әрқайсысын өзінің жақындай көрді. Себебі ол бөлген жоқ. Мынау тумам емес, одан бәрі бірдей. Ондай басшыны әділ басшы дейді. Ол қазір әділетті Қазақстан дейміз ғой. Сол әділеттігімен елге әлі сыйлы болып жүрген. Аруағы сыйлап жүргені соның әділетті болғаны. Сондай азамат болды. Басшы да сондай болды. Енді ол кісі басшы болғанда болашақты болжайтындай, соған жоспар жасайтындай азамат болды. Ол болашақта мысалы мектептер салу, жоспарға салып қойып, алдын ала сондай жұмыстарды істеді. Я болмаса жаңағыдай әлеуметтік салаларды дамыту үшін болашаққа қандай болу керек, 10 жыл, 20 жыл, болашаққа 20 жылға дейін көз тастап жүрді. Оның істеп кеткен жоспарлары Тасқалаға мен 88-де келгенде, ол 67-дегі жасаған жоспары 20 жыл. Әлі сол жоспармен істеп жатыр екен. Себебі 20 жылға көз тастайтындай жоспар жасайтын еді. Жаңғалада да солай болды. Басшы болып барғанда, осы папамнан соң істеген, 30 жылда істеген екі басшы
16-17 жылдай істеген екі басшы. Сонда солардың әңгімесі. Сәкеннің істеп кеткен жоспарын жаңа тек бітіріп жатырмыз. Сонда болашаққа көз тастап, соған қандай болу керек екенін, қай жолмен даму керек екенін, соның бәрін ойлап пішіп жүрген азамат еді. Ол үшін елдің болашағына көз жеткізу үшін ел қандай болу керек. Сонда елді онда терең білмесең, онда болашағын болжай алмайсың, жоспар жасай алмайсың. Елдің өзінің ішіндегі мүмкіндігін, қасиетін, халықтың өзінің қандай екен, соның бәрін қай бағытта бағыттау керек екен, соның бәрін жоспарлау үшін үлкен сараптамадан өткізеді басшы. Сол сараптамадан өткізгенде ол терең оймен өткізген азамат. Мен оны түсінгенім өзімнің басыма келгенде соның бәрін түсіне бастадым. Әрине әкеміз басшы болғанда қарапайым адамдармен бәрі бірдей басшы деп санап еді. Басыма түскенде қандай басшы болу екен, сол әкемнің істеп кеткен жаңағыдай елге істеген еңбегімен, ойымен, сонымен салыстырып тұрып істегенде мен түсіндім қандай болғанын. Бір жылдары мұрағатқа бардым, әкем туралы ақпарат жинауға. Сонда онда қаулылар шығады. Қаулыларды қарап отырғанда 68 жылы қаулы шыққан екен. Асыл тұқымдық қойды шығару Тасқалада. Сол 68-де жаңағыдай жоспары 98-де ақжайық асыл тұқымдық қой болып шықты. Мінекей 30 жылға болжалап түбі өзіміздің тұқымымызды шығару үшін, себебі оның жүні де өзге болу керек, қажетті. Болашақта 30 жылдан соң қандай жүн керек екенін соны болжалайды, көзге жеткізу керек. Еті қандай етті болу керек екенін, соның бәрі. Сонда етті, жүнді қойды шығарды, тұқым етті шығарды. Әрине ол шығарған жоқ, ғалымдар араласты, мамандар істеді. Бірақ соларға бағыт болашақта межені көрсеткен сол бір қаулы. Қаулыны жүзеге асыру үшін қол қойған әкеміз. Сонда ойы сондай болды. Я болмаса жаңағыдай барып жұмыстарын қарағанда біздер қиналып істеген жұмыстар болды 90-шы жылдары. Бірақ біздің жағдайымыз содан артықтау болды кішкене. Елде мүмкіндік болды. Ел дамыған мезгілге келдік, дамып келе жатқан мезгілге келдік. Олар жаңа 60-шы жылдары қиын уақытта істегенде, сол мұрағатта қаулыларда қарағанда, ол сонда болашақта мектептерді қалай салу, онда оны дәлелдеу үшін не істеу керек екен. Сонда қарапайым жаңағыдай жатақхананы есебімен жатақхана салып, қаржы жатақханаға беретін мемлекет. Онда бәрі мемлекеттікі ол, үкіметтік. Сондықтан қаржыны жатақханаға беріп, жатақханаға салады шаруашылықтар. Сосын оны білім саласына аударады, сосын білім саласы оны мектепке айналдырады. Сосын сонда жатақхана 8 жылдық мектеп етіп ашады. Сосын оған келеді, балалар көбейеді, енді 10 жылдық ашу керек. Сонда 8 жылдықтың мектебі ашылғасын, қасына қосымша тағы да 2 пәтерлік үйлердің соның есебінен тағы салады да, сосын бара-бара жаңағыдай жоспарлы түрде жоспарға кіргізіп үлкен мектептер салынады. Ол бәрі жоспарға кіру керек. Кіргізу үшін осындай әрекет жасаған екен. Сондықтан өзі істеген уақытта, өзі кеткенден соң да 5 жылғы ішінде бүкіл ауылда, ауыл округтерде 10 жылдық мектептер ашылған, сосын оған дейін бір жерде болды, 10 жылдық бір жерде де болмаған жағдай болды. Осының бәрін, я болмаса балабақша ашу үшін де істеді. Сол мұрағаттағы қағаздардан көргенде 2 пәтерлік үй салады да, бір жағын шаруашылықтар салады да, үй етіп қабылдайды. Сосын оны келеді білім саласына аударады, баланстан балансқа. Сосын білім саласы оны келеді бір жартысын мектеп, бастауыш класс мектебін жасайды, екінші жағынан балабақша жасап сөйтіп
бөлімшелерде сөйтіп балабақша мен бастауыш мектептерді ашқан екен. Оған дейін мысалы балабақшалар болмаған ауылда, округтер, нелерде, бөлімшелерде. Себебі ондай мүмкіндік болған жоқ. Жоспарлы түрде солайын десең, ондай қаражат берілген жоқ мемлекеттен, үкіметтен. Осының бәрі елге істейін деп ойлап жолдарын тапқан. Мінекей соның ол қалай жолын тапқанын білмегенмен ел, жұрт. Бірақ істеген еңбегін көргесін, сосын да елге істеп жатқан еңбегін бағалады. Сосын да өзі көз жұмылғанмен, оның да келесі жылы 50 жыл болады әкеміздің дүниеден озғанына. Бірақ осы күнге дейін әкемізді сол ұрпақтары, әкемізді көрген адамдардың ұрпақтары осы күнге дейін жаңағыдай елдің тұлғасы деп есептеп мақтаныш етеді. Себебі кім бар елден шыққан дегенде, жаңағы Сапаров оян десе бәрі Сапаров деп, мысалы жаңағыдай елден бізден шықты деп мақтатындай мүмкіндігі бар. Елдің тұлғасы болу жеңіл емес. Оның тек бір ақиқат жолы бар. Елге еңбек етсең, адал. Адал адам дейді ғой, адал азамат дейді. Адал еңбек етсең, әділетті жолмен жүрсең, аянбай жұмыс істесең, сонда ғана тұлға болып шығуға мүмкіндік болады. Ел сонда бағалайды. Тұлға болуы тек атақ емес, ел мойындайтындай болу керек. Ел жұрт мойындағанда тұлға боласың. Ел жұрт мойындамай, жасанды тұлғалар тұлға бола алмайды бар. Олар кетісімен, олар ұмытылады. Ал енді ел мойындаған, осы күнге дейін мысалы Абайды біз қалай мойындаймыз? Көрдің бе сен Абайды? Мен де көрген жоқ. Әкелеріміз де көрген жоқ. Бірақ Абайдың сөзімен емес, ойымен. Абайдың ойын түсінесің. Абайдың ар жағында жан айқайын түсінесің. Абайдың ұлтжандығын түсінесің. Мінекей сосын біздер үшін Абай тұлға. Тағы сондай тұлғалар аз емес. Тұлға болу үшін сондай болу керек. Ол көру, міндетті түрде қасында жүру емес. Оны түсіну керек. Түсінгенде ісімен қандай болған қасындағылар мойындағасын олар жеткізіп тұрады. Сондан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан жағдай. Атам осындай азамат болды. Әрине ол әкеміз. Біздер енді әке деп қарадық. Бірақ оның кейбір уақытта басшы әулетіне уақыты жетпейді. Неге? Ол бірінші елді ойлайды. Егер де әулетін ойлайтын болса, бірінші, онда елге, онда еңбектен. Онда ол әулетіне жеңілдік жасауға тырмысады. Тума-туыстарын бір жерге орналастыруға тырмысады. Я тағы сондай жұмыста. А егер де елді ойласа, ол әділетті болады. Сондықтан уақытта елге істеген еңбегі уақыт алады. Сондықтан әулетке кейбір уақытта уақытта жетпейтін уақыт. Таңда кетіп, түнде келіп жатады. Ол кеткенде біз ұйықтап жататынбыз, келіп жатқанда ұйықтап жататын уақыттар болды. Бала кезімізде. Сондықтан ең бірінші оның алдында еңбек болғанда елге еңбек сіңірді. Сосын ел осы күнге дейін мойындап жүрді.